Сәлеметсіздер ме алтыншы сынып оқушылары, бұл сабақта біз сіздермен English Class 6 Workbook Unit 1 Interrogative Pronouns this, that, these, those тақырыбындағы жаттығулар жасау жолымен және жауаптармен таныс боламыз. Page 11, 11-ші бет. Сабақты бастамас бұрын басқа да пайдалы сабақтарды жіберу үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достармен бөлісіп кетіңіздер. Now let's begin our lesson. Сабағымызды бастайық. Бірінші, екінші және де үшінші жаттығу бізде сұраулы есімдіктерге байланысты. Exercise 1. Complete the questions with the words in the box, then match questions 1 to 6 with answers A to F. Мынау төмендегі берілген сұраулы сөйлемдерді сұраулы есімдіктермен және сұраулы сөздермен толықтыруымыз қажет. Және де сол сұраққа дұрыс жауапты табамыз. For example, where are you from? Сен қайдансың? B. Canada, yes. Next, what's your name? Robert. Who's your favorite actor? Сенің сүйікті актерің кім? George Clooney. How old are you? Сенің жасың нешеде? 12. 12-де. When's your birthday? Сенің туған күнің қашан? 10th of November. 10 қарашада. How many brothers and sisters have you got? Сенің қанша аға әпкелерің бар? 2. 2 дейді. Next, exercise 2. Complete the quiz questions. Төмендегі берілген сұраулы сөйлемдерді осы есімдіктермен толықтыруымыз қажет және де соған сәйкес дұрыс жауапты таңдауымыз қажет. Және бұл тест жұмыс сияқты. For example, how many players are in a hockey team? Хоккей командасында қанша ойыншы бар? 11 ойыншы болады екен. Next. Where is the footballer Lionel Messi from? Lionel Messi қай елден? Аргентина. Second, how old is the sport of basketball? Баскетбол спортына қанша жыл? C. 120 years old. 120 жыл екен. Next, the third. When is the Wimbledon tennis tournament? Wimbledon tennis жарысы қашан болады? B. June. Маусым айында болады екен. Next, the fourth. What is the name of the Manchester United football stadium? Манчестер футбол стадионының аты қандай? C. Old Trafford. The fifth. Who is the sister of tennis player Venus Williams? Venus Williamstың теннис ойыншысы Venus Williamstың әпкесі немесе сіңлісі кім? Serena. How many players are in a basketball team? Баскетбол командасында қанша ойыншы бар? 6 ойыншы болады екен. Next, exercise 3. Complete the questions, then write answers that are true for you. Яғни төмендегі сұраулы сөйлемдерді сұраулы есімдіктермен толықтырып, өзіңіз туралы жауап жазасыздар. Мен жасалу жолын жасап қойдым бұл жерде. Мысалы, where is your school? Сенің мектебіңіз қайда? Сіздің мектебіңіз қайда? It's on the street. Яғни ол қай көшеде орналасқан жазасыз. The first question, бірінші сұрақ. What's your name? Сенің атың кім? My name is деп бос орынға атыңыз жазасыз. When's your birthday? Сенің туған күнің қашан? My birthday is in деп туған күнің жазасыз. Мысалы, 10 қараша деген сияқты. What's your favorite color? Сіздің сүйікті түсіңіз қандай? My favorite color is деп сүйікті түсіңізді жазасыз. Who's your favorite pop star? Сіздің сүйікті поп жұлдыз, яғни әншіңіз. My favorite pop star is деп сүйікті әншіңіздің атын жазасыз. How old is your best friend? Сіздің ең жақын досыңыздың туған күні қашан? My best friend сіздің how old is your best friend? Сіздің ең жақсы досыңыз қанша жаста? My best friend is деп оның жасын жазасыз. How many CDs have you got? Сізде қанша CD диск бар? I have got деп жерге санмен қанша CD диск бол екенін жазасыз. Немесе I haven't got деп жазсаңыз болады. Next,
Келесі төртінші тапсырма бізде this, that, these, those сөздеріне байланысты берілген. Look at the pictures and complete the sentences with this, that, these, those. Яғни осы сөздермен төмендегі берілген сөйлемдерді суретке қарай отырып толықтыруымыз қажет. This is my new friend George. Бұл менің жаңа досым George. Next, exercise 4. That camera is very expensive. Ана камера өте қымбат. These are my friends Jessica and Kate. Бұл менің достарым Jessica мен Kate. This computer game is very good. Мына компьютер ойыны өте жақсы. That photo is really cool. Ана фото шынымен керемет, тамаша. Those boys are from my school. Ана балалар менің мектебімнен. Бір жаттығыстай отырып, сіздер түсінген шығарсыздар, иә? This, that сөзін бір затты сипаттау үшін қолданамыз. This сөзін екеуінің айырмашылығы, this сөзін жақын жерде тұрған, that алыста тұрған затты сипаттау үшін. Ал this пен those сөздері екіне одан да көп затты сипаттау үшін қолданылады. Екеуінің айырмашылығы this жақын жерде тұрған көп зат, those алыста тұрған көп зат. Осымен біз 11-ші беттегі жаттығуларын жасау жолымен және жауаптармен таныс болдық. Келесі сабақта кездескенше goodbye.